Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің нұсқауына сәйкес мынау жолда қабылдау акциясы тағы да жалғасын табуда. Бұның форматы мен мақсаты, яғни Армения Республикасынан алып келген автокөліктерді рәсімдеу жұмыстары туралы түсіндірме беру. Қайта жабдықталған, яғни басқа рөлі оң жақтан сол жаққа ауыстырылып, немесе әлі ауыстырылмаған автокөліктерді тіркеу басталады. 2 айға жоспарланған 1 қыркүйек 1 қараша аралығында. Ол үшін азаматтарымыздың барлығы өз автокөліктерін қайта жабдықталған болса, Алматы, Қостанай, Орал қалаларындағы ашылған арнайы мамандандырылған сынақ лабораторияларына апарып тексертіп, сынақ хаттамаларын алу керек. Жол қозғалысы қауіпсіздігіне толық сай келеді деген. Егер қайта жабдықталмаған болса, арнайы мекемелерге барып, осындай лицензиясы бар мекемелерге барып, автокөліктерді қайта жабдықтап, басқа рөлін оң жақтан сол жаққа ауыстырып, бұлар да сол лабораторияға барып, сынақ хаттамаларын алып келген соң, автоциондарда тіркеуге қойып, сары тіркеу белгілерін ала алады. Оларға да төлеу сомасы өзгертусіз қалды 11.946 теңге, яғни техникалық төлқұжат пен мемлекеттік белгісі үшін төленетін алымдар.